Жезқазғандағы мыс қорыту зауыты жаңғыртылады. Себебі шикізатқа тапшылық болмағанмен өндірілген мыстың сапасы төмендеп барады. Оған ескі жабдықтар мен өткен ғасырдан қалған технология себеп. Премьер-министрдің бірінші орынбасары өңірлік даму министрі Бақытжан Сағынтаев Жезқазғанға жасаған сапар аясында өндіріс орындарын аралап, мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асу барысымен танысты. Зауыт жұмысы уақытша тоқтағанмен ондағы жұмысшылар қол қусырып қалмайды. Себебі жөндеу жұмыстарына осындағы еңбеккерлерді жұмылдыру көзделген. Өндірісті жаңғыртуға 130 миллион доллар бөлінген. Ал жалпы Жезқазған кен орнын жөндеуге 800 миллион доллар жұмсалмақ. Айта кетейік, зауыт тәуелсіздік алған жылдан бері алғаш рет күрделі жөндеуден өтеді. Бүгінде өндіріс ошағының пайдасынан шығыны басым. Оған ескірген технология себеп. Компания басшыларының айтуынша, зауытты бүгіннен қолға алмаса, 7 жылдан кейін ол құрдымға кетеді. Біз бір шешімге келдік. Айлықты қысқарту немесе еңбеккерлерді жұмыстан шығару деген болмайды. Бәрі өз орнында қалады. Айлық табыстарыңыз 100% сол қалпында сақталады. Мыс қорыту зауыты өндірген өнімдер сапалы болу үшін қосымша қаржы талап етіледі. Осы қарқынмен кете берсек, тек 7 жыл ғана жұмыс істеуге қауқарымыз бар. Ал одан кейін зауытты жабу керек болады. Белгілі болғандай, модернизациялау шаралары өнімнің сапасын арттыруға әрі жұмыс орындарының сол қалпында сақталуына мүмкіндік бермек. Осы уақыт аралығында жұмыс берушінің есебінен еңбеккерлер үшін біліктілікті арттыру курстары ашылады. Қысқартуға ілініп, немесе айлығымыз азайып қалар ма екен деп алаңдап жүрген қызметкерлер бұл жаңалықты естігенде төбелері көкке жетті. Қуанышымызда шек жоқ. Бүгінгі жұмыс жағдайымыздың шешуі осы мына үкімет мүшелерінің арқасында, корпорация басшыларының арқасында оңтайлы шешімін тапты. Біз соған қуаныштымыз. Жезқазғанға сапар аясында Бақытжан Сағынтаев қаланың әлеуметтік экономикалық дамуына серпін беретін кешенді жоспардың іске асырылу барысымен танысты. Сондай-ақ Сәтбаев және Ұлытау аудандарына да арнайы ат басын тіреді. Біз бағдарламаның қаншалықты тиімді екенін сараптаймыз. Оған өзгерістер енгізу қажет пе, соны талдаймыз. Тағы бір басты міндет мемлекет басшысының тапсырған өндірісті әртараптандыру ісі бар. Өңірдегі өзекті мәселелер қаншалықты деңгейде шешіліп жатыр. Шешілмесе, не себепті, оны анықтау керек. Жезқазғанды жайнатуды көздейтін кешенді жоспардан бөлек өңірде балапан, қолжетімді баспана, ауыз су сияқты бағдарламалар сәтті жүзеге асуда. Айта кетейік, бүгінде моноқалада 90 мыңға жуық халық тіршілік етуде. Жадыра Медетбек, Айсұлу Құсайынова, Марат Диханбаев, 24 KZ.